Қайырлы күн достар. Бүгін жақын арада келетін заттарымды сайттан көрсетейін. Бірінші мынандай біздер легодан құрастыратын ойыншық алдық. Ішінде 1000 бөлік деп тұрды. Мына суретіне қарап алдық. Енді бұл суреттегідей барлық зат болмауы мүмкін. Енді келгесін көреміз. Бөлісіп көрсететін боламын. Одан кейін өзіме чехол тапсырыс бердім. Мына жерде 1/1 деп тұр екен, бірақ ішіне кіріп қарағанда бағасы өзгеріп шыға келді. Міне 2/9. 3 юань шамамен 200 теңгеге шығып тұр ғой. Ары қарай жолдасыма мынандай сағат алдық. Электронды сағат. Мынада келгесін көреміз, енді сапасы қандай, ол жағын әлі білмейміз. Оқу құралдардың ішіне мынандай 24 түсті 2 қарындаш алдым. Мынандай косметичка. Және кіші ұлыма көптен сұрап жүрген осындай кран алдық. Мына жақтан көрген кезде қымбат тұрды, сосын ала алмай жүрдік. Ал мұнда 132 сантиметрлігі шамамен 6000 теңгеге шығып тұр. Пультпен жүретін және баланың бойынан ұзын. Және қызыма мектепке мынандай белдемше алдым. Қою көк түсінен 60 деген ұзындықта, яғни тізеден төмен түсіп тұратын. Негізі киімдердің суреттегі сапасы суретте күшті болып тұрады, сондықтан дұрыстап сапасын білу үшін осылай адамдардың салған суреттерінен қараймыз. Егер адамдардың салған суреттерінде күшті болып тұратын болса, онда ала беруге болады деген сөз. Және де қызыма мынандай рюкзак алдым. Оның күлгін түсті шоппері бар, сондықтан мен тек қана рюкзак алдым. Негізі былтыр біздер набор қылып алғанбыз, пеналмен, рюкзагы, жаңа шоппері, аяқ киім салатын денеге. Бұл жолы тек қана сумканы өзін алдым. Және мынандай аяқ киім қара түсінен келгесін көрсетемін. Және де қызыма мынандай блузка алдым. Бұны да отзывтағы суреттерге қарап алдым. Бір осы Қазақстаннан бір келіншек салған екен, қыздарына кигізіп. Ол видеоны қазір таппай тұрмын. Сол видеоға қарап ойладым, сапасы күшті екен деп. Оны да келгесін көреміз. Негізі әдемі сияқты. Мынандай. Одан кейін мектепке қажет пенал қызыма. Суретіне қарағанда міне сапасы жақсы сияқты. Қарындаш, қалам. Және де балама мынандай рюкзак алдым. Кішкене қымбаттауынан, сапасы жақсысынан. Қызыма мынандай капрон колготки 3 данасын ақ түсінен алған болатынмын. Олға мынандай шалбар және костюм. Мынандай туфли алдым. Осының бәрін алдын ала көрсетіп жатырмын. Енді келген кезде распаковкасын жасаймын. Мынау денеге арналған киімі. Ұлға осындай набор алдым носкиден. 5-8 жас деген. Ақ капрон колготки. Міне осыларды ертең келгесін распаковка жасап көрсетемін.